Сіздермен бірге Ерғалинен өлсем. Бүгін біз видеоның атынан көріп тұрғандай, қалай жаңадан Google аккаунт ашатынды үйрететін боламыз. Біз ол үшін Googleға кіреміз. Оң жақтағы үстінде значок тұрады, соған кіреміз. Яқта көп аккаунттар тұрады, сосын астында добавить аккаунт деп тұрады. Соны басамыз да, үш жақтан проверка деп шығады. Сосын жақтан сіздің кодыңызды сұрайды. Мен даусыма мән бермеймін, кішкене тамағым ауырып тұр. Жақта создать аккаунтты басамыз. Сосын для себя или для управления бизнесом деп для себя басамыз. Сосын имя, фамилия жазамыз. Өтірік. Жаққа өтірік дата қоя салдым. Сіздер өздеріңіздікілерді қоясыздар. Жаққа мынандай Жумайлдарды бізге предлагать етеді, осындай болады ма деп. Или создать собственный адрес Жумайл дейсіздер да. Сосын жаққа ағылшынша қалаған Жумайлды ашсаңыздар болады. Кейбіреулері занят болады. Ояқта мысалы өздеріңіз білесіздер қалай қоясыздар. Яқта мен былай қоя салайын. Міне пароль қойылды. Осындай аккаунт шығады. Сосын далее дейміз. Яқта бәрін келісеміз. Яқтарды былай стопқа қойып оқысаңыздар болады. Мен ақырын қимылдасам. Мысалы үш жерін оқымаңыздар. Сосын былай үш жерлерін оқымаңыздар. Стопқа қойып. Сосын принимаю дегенді басамыз. Сосын проверка болады. Google'дан аккаунт ашылды. Үстінде Е деп тұр ғой, сол біздің Жумайл. Емес К деп тұр. Осылай Жумайл аккаунт ашамыз. Видео соңына жетті. Каналға жазылып, лайк кетеміз. 2 неделя бұрын соңғы видео шыққан екен. Кешіріңіздер, мен басқа қала сыртына шығып кеткенде сол кезде бір видео түсіріп қойғам осы видеоны. Соны мен шығарамай қалдым. Сосын осыны енді шығарып жатырмын. Мен қай жерде болғанымды көргілеріңіз келсе, осы инстаграмнан көрсеңіздер болады. Мен қазір көп история салып сөйтіп жүрмін. Соны көрсеңіздер болады. Видео соңына жетті, лайк басып каналға жазылып кетеміз. Қош сау болыңыз.